Алматының 40 градус ыстығында SPF-імді жағып алып, жолға шықтық. Алматыдан 1,5 сағат ішінде Қонаев қаласына жеттік. Жұмыс күні барғандықтан үлкендерге кіру бағасы 12 мың, кішкентайларға 5 мың теңге. Ал ол бағаға не кіреді, сіздерге де көрсетейін. Бұл база отдыхының аты Пират Бэй. Бұл жерде Қапшағайдың пляжына осындай доступ ашылады. Бізге зонтиктар мен тегін лежактар қарастырылған. Ал біз ыңғайлы киім ауыстыратын жерге кіреміз. Образдарымыз дайын, SPF-тарымызды жақтық. Балалар бірден ыстық джакузиға түсті. Оларға осы жер қатты ұнады. Ал мен 3 айлық қызымды алып пляжға қарай бардым. Шынымды айтсам, адам жоқ болғаны таңғалдырды. Бұл жерде көп жүрмейсің, бірден терең болады. Балалар бұл жерде 1 сағаттай суға түсті. Артынан осындай балалар горкаларына бардық. Оларға осы жерде тұрған батут ұнады. Бұл жерден жақсылап тамақтанып алған. Кішкентай бөпемді осы жерге кіргізіп ұйықтатып алдым. Өзіме ұнағаны осы горка түрі. Балаларымызбен 90% уақытымызды осы жерде өткіздік. Бұл жерде акула да бар, русалка да бар екен. Түскі 1-ден кешкі 7-ге дейін 6 сағат уақытымызды өткізіппіз. Ыңғайлы лежактар, әдемі бассейн, кешке қарай подсветкасы бар. Ал біз душқа түсіп, киімімізді ауыстырып, сағат 8 болғанша балалар площадкада ойнады. Өткені күнде кешкі сағат 8-де Дубайдағыдай поющий фонтан қосылады. Балалар көріп бір мәз болды. 20 минут ішінде 5 өлең қосылды. Ал сағат 9-да гейм центрға келдік. Әртүрлі ойын ішінен біз боулингті таңдап кірдік. Жұмыс күндері сағатын бағасы 5 мың теңге. Күйеуім екеуміз жарысып ойнаймыз. Шотқа ойнағанның атмосферасы бір бөлек. 1 сағат бойы кезектесіп ойнап, әр тигізген кезде ерекше қуанасың. Сонда күйеуім мені жеңіп кетті. Бұл жерде де балалармен тамақтанып алдық. Ал балалар ол кезде аквариумға қарап балықпен ойнады. Бұл жерде қонатын домиктер да бар екен. Келесі жолы келіп көреміз. Бір күндік демалысымыз аяқталды. Қалай сіздерге бағасына тұрарлық па?